сіздерге жаңа радиация химиялық қорғау бойынша көрме көрсетемін. Бізде барлығы азаматтық қорғаныс мүліктері болып саналады. Бұның ішінде жеке қорғаныс құралдары, яғни тыныс жолдарын қорғайтын біздің жеке қорғаныс құралдары, ол бізде газ қағарлар. Газ қағарлар бізде ересек адамдарға бар, балаларға арналған газ қағарлар бар, және нәрестеге бар газ қағарлар бар. Бізде тұрған екеуі бізде ересек адамдарға арналған газ қағарлар. Газ қағарлар мынау бізде фильтрующий, сүзгіш газ қағары, бұдан бөлек изолирующий газ қағары бар. Фильтрующий газ қағар ол таза ауамен тыныс алады. Ал изолирующий газ қағар ол оттегімен тыныс алады. Яғни баллончик болады қасында. Бізде мынау екі противогазымыз жаңа химиялық и биологиялық қауіпті заттардан қорғай алады. Бізде бұна противогаз азаматтық қорғау, жаңа ГП-7 деген противогаз маркалы. Екінші газ қағарымыз ол УЗС ВК экран МАК-3 деген газ қағарымыз. Енді көріп отырғаныңыздай айырмашылығы неде десеңіздер, мұнда бізде панорамный болып саналады. Панорамный носовой несі бар, ұстайтын жері, тыныс алған ауаңыз шығатын жері бар. Сіздің жаңа маска киген кезде дауысыңыз анық естілетін несі бар, астында фильтрі бар, ремешоктары бар. Дәл солай бізде ГП-7, дәл солай жаңағы фильтрі бар, жаңағы тыныс алған ауаңыз шығатын жері бар, анық есту үшін бар, и нелері бар, глазоктар бар. Бізде жеке қорғаныс құралдары ағзаны, тыныс алу жолдарын және көзді қорғайды. Бұдан бөлек бізде теріні қорғайтын жеке қорғаныс құралдар бар. Ол бізде костюмдар, ОЗК, L1 деген сияқты. Екінші бізде радиациялық аспап, дозиметр дейді орысша. Бізде бұл тера несі аспабы. Бұл аспап Bluetooth арқылы жұмыс істейді. Телефонға, Bluetoothға қосасыздар. Телефонға отдельно приложение жазып аласыздар, қосымша. Эко-тест деген приложение бар. Сонымен Bluetooth арқылы бізде тераны қосамыз. Бұл нені анықтайды? Бізде бұл гамма және бета сәулесін анықтайды. Бұл бізде үлкен